Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Анаға лайк басыңыздар, сол кезде біз бастаймыз. Диваның күштеген, Питер, сенің диван мықты ғой сенің. Енді жақсылап отырмын, осы диван сыртқа шығарылусын әйелімнен қаншалықты естіген білесің ба? Айтпақшы сенің үйіне шақкерім келген еді, сендерден қалай қолтыдым, ана қалауым ше? Шақ бердім дейсің ба? Отбасыма қайырлы таң, бүгін өкінішке орай сендермен шаршамаймын. Тоқта тұр, сен маған айтқан едің ғой екеуміз бірге шаршаймыз деп. Білемін жаным, бүгін өкінішке орай жұмыстарым болғандықтан сенімен шаршамаймын. Бопты, бақа. Жаным, қайда барсың, сен маған сөз берген едің ғой диван ішке кіргіземіз деп кіргізейін. Айттым ғой саған жұмыстарым бар деп, мен бүгін жұмыстарыммен достарыма баруым керек қой. Қару-жарақ дайындау керек, бүгін біз тонауға барамыз ғой. Біз қару-жарақты қақтан табамыз, магазиннен тапсақта олар сатып алатын бір тиын жоқ қой, бізде бір тас тиын жоқ қой. Оны алу үшін бізге ақша табу керек, қалайша табамыз оны. Вау, сен қалай тез әкелдің? Жай ғана бір пистікпен осыларды бер деп едім, торпамен бере салды маған. Сізде бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы, мына кнопканың арқасында. Мынау ма? Оу, сізде бәрі жақсы ма шынымен? Кім екен бұл? Өу, сен кімсің? Өу, мен кімге сөйлеп жатырмын? Өу, сен кімсің? Кешіріңіз, сіз көршісіз ба? Білмей қалдым. Кешіріңіз. Бірақ сіз көрші емессіз, қолыңызды көтеріңіз. Әйтпесе мен атамын. Мен не істедім? Питер! 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 Білмей қалды. Енді сен мен атқанымды айтпайсың ғой, Не үшін атасың, мен ең сүйікті енешкамда? Шәңкілдеріміз, әкеші пистікті менен алдым. Дос ой, жүрмісіме мен милицияға мен пистік ешімді білмеймін. Кешірші мені дос, мен сенің ананды ұрыды ойлап қалдым, мен әте естіген жоқпын. Кешірші мені досымсың ғой. Мен сенің досың болғанмын, ал мынандай жағдайдан кейін мен ешқашан досың болмаймын да. Солай be. Ол мені қорқытты, түнде маған пистік тағап, мені пистік атайын деп қинады. Кейін атпаш деді, мені артып жіберді. Мен қорқам. Сот шешімі бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Әңгіме болсын, сен бұл түрмеге қалай түстің? Білесің бе мен қалай түскенімді? Мен біреуді пышақтап, оны сойып өлтіріп тастадым. Сен де сол үшін сондай болғың келмесе, тынышы жарай ма? Жарайды. Не дейді айналайын,